Сәлем баршаңызға. Ерлерге арналған қысқа стрижканы көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге ең алдымен машинкаға салынатын 1 мм деген басына салатын насадка тарағы керек болады. Сонымен құлақтың үстіне дейін көтеріп, мұқият тап-таза етіп алып шығамыз. Яғни четко ровно дейміз ғой. Четко ровно алып шығамыз. Құлақ айналасы желкені машинканың 0,5 мм алып шығамыз. Келесі этап, шашымыздың үстін қайшымен, тарақтың көмегімен қайшымен алатын боламыз. Бір келкі етіп, видеодағыдай етіп, бір келкі тегіс алып шығамыз. Үстін жұқартатын қайшы филировочный қайшымен жұқартып шығамыз тегістеп. Шашымыздың үстіңгі бөлігін филировочный қайшымен, яғни жұқартатын қайшымен жұқартып шығамыз. Шашымыздың ең маңызды сәтіне де келіп жеттік. Плавный переход дейміз. Яғни тарақпен плавный переход жасайтын боламыз. Ең маңызды сәті сол плавный переход. Өте әдемі шығу керек.